Сәлем достар. Лайк басып төмендегі қоңыраушаны басып кетіңіздер. Біз деген Қожа Насырдың хикаясын бірге тамашалайтын боламыз. Мен айтып берейін. Бірде Қожа Насыр үйінде отырса, әйелі келіп кесені ұсынады. Қожеке, үйде май таусылып қалды. Дүкеннен барып май әкеліңізші дейді. Қожа Насыр дүкенге барып, дүкенші, маған май беріңізші деп сұрағанда, қожеке, енді қай жағына құям дейді. Бұл жағына құйыңыз деп кесесін аударғанда май төгіледі. Үйіне барғанда әйел, қожеке, алған майыңыз осы ма дейді. Жоқ, бұл жағында да бар деп аударғанда майы төгіледі. Сөйтіп Қожа Насыр майсыз қалады.